Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Жалпы көпшіліктің пікірінше үнемі жақсылық жасап жүретін жансыз. Туған жерге туыңды тік бағдарламасы бойынша, яғни елбасымыздың осы рухани жаңғыру мақаласы аясында өзіңіздің Қарасай ауданына, Шамалған ауылына, жалпы барша қазақ еліне қаншама жақсылықтар жасап жатырсыз. Осы жасаған жақсылығыңызды кейбір адамдар дұрыс түсінбейді-ау деймін. Енді мен жақсылықтың бәрін ешқашан айтқам жоқ. Мен мынаны істедім, ананы істедім деп, оның бәрін айта беруге ыңғайсыз. Ел енді қалай түсінеді білмеймін елдің енді. Әркім аузында не болмайсың ғой, қақпақ. Бәрі ойлайды, мен көріп те жүрмін, халықтың ақшасын біреудің несін тартып, біреудің ала. Мен әлгінге дейін біреудің ала жүрдім, аттап көрген жоқпын. Ешкімнің ештеңкесін алғам жоқпын. Халыққа көмектескім келеді. Достарыма, өнер адамдарына, бәріне. Енді мен шет жағасын ғана айтайын. Мысалы, осы Шамалған ауылының өзінде мүмкіндігі шектеулі жандарға, яғни 18 отбасына тегін баспана сыйлады. Қазақ өнерінде жүрген өнер жұлдыздарының айтпай қойайық, қаншасы қаншама жақсылық көріп жатқан. Мен өнер адамдарын өте жақсы түсінем. Ол біздің ұлтымыздың өнерін, мәдениетін көрсетеді деп ойлаймын да, оларға көбірек көмектесемін. Қай жерге барса да Қазақстанның туын көтеріп жүрді, өлеңін айтып, олар бізді таныстырады ғой, елімізді. Сол үшін жалмас көмектесем, олар өнер адамдар кейбіреу ойлайды, қойшы ол әртіс деп. Мен өйтіп ойламаймын. Олар адамды, өнер адамдары бізді өте жақсы түсінеді, нәзік болады олар. Адамдардың ол бәрін түсініп отырады. Кім қалай ойымен отыр. Сол себептен мен өзім өнер адамдарын өте жақсы сыйлаймын, жақсы көремін. Қолына келгенше көмектесем, көбіне көмектестім, ол үшін. Жаңа бір әңгімеде естіп қалдым, зейнетақыңызды сіз жетімдер үйіне қайырымдылыққа аударып отырады екенсіз. Мен өз жұмысымызбен, өзім жағым бар, Геннадий деген, Геннадий Алексеевич. Өзіміздің фирмамызбен 18 жыл 380 балаға көмектесіп жүрдік. Сенен кейін өздері болды, рахмет деп, үміткеннен кейін қойдық. 18 жыл көмектестік. Бірінші сыныптан бастап 10-ға дейін оларды киіндіріп, оқуға түсіріп, оқуын төлеп бәрін істедім. Енді жақсылық жасауды көп адам енді атқара бермейді. Өзіңіз жақсылық жасаған кезде қандай күйде боласыз? Мен шынымды айтсам, біреуге жақсылық ол қуанады ғой, мен одан артық қуанамын.